Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін қазанның 29-ы. Сабақтың тақырыбы сенің неше досың бар? У тебя сколько друзей есть? Тема нашего урока. Жаңа сөздер, новые слова. Одно слово батыл, смелый, храбрый. Батыл, смелый, храбрый. Сенің досың қандай? Менің досым батыл. Тыңда, қайтала, оқы. Слушай, повторяй и прочитай. 70-ші бет. Менің 4 досым бар. У меня есть 4 друга. Олар жақсы дос. Они хорошие друзья. Қанат менің ең жақын досым. Самый близкий мой друг Канат. На том уроке мы с вами проходили менің ең жақын досым. Самый близкий мой друг. Ол батыл, он смелый. 71-ші бет, бірінші тапсырма. Сөздерді сәйкестендіріп айт. Нужно подобрать правильные слова. Оның, его, оның күшігі бар. У него есть щенок. В третьем лице оның күшігі окончание. Менің күшігім бар. В первом лице окончание. Менің күшігім бар. У меня есть щенок. Сенің күшігің жоқ. Сенің мысығың жоқ. У тебя нету кошки. Сенің мысығың жоқ. Окончание «ың» – это второго лица. Жоқ нету. Оқу тапсырмасы 71-ші бет, 2-ші тапсырма. Жазылым письменно. Көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып жаз. Нужно написать вместо точек нужные слова. Орнына вместо многоточек нужные слова. Сөздер слова. Менің ең жақын досым бар. У меня есть самый близкий друг. Оның аты Айдос. Его зовут Айдос. Ол батыл. Он смелый. Оның күшігі бар. У него есть щенок. Ол ақылды. Он умный. Айтылым. 71-ші бет, 3-ші тапсырма. Сұраққа жауап бер. Ответить на вопросы. Сенің неше досың бар? Давайте мы скажем, что у меня есть 3 друга, да? Менің 3 досым бар. Олардың аттары кім? Олардың аттары Саша, Алеша, Алибек. Сонымен балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.